осы жаңағы мерейтойды өткіземіз деген бауырларыма, аға, жеңге, апаларыма, сіңлілеріме, жиендеріме, күйеу балаларға бәріне де мың алғыс айтқым келіп тұр. Осының бәрін негізінен өйтпей жасамайын деп осы күнге дейін солай жүрдім. Бірақ олар менің сыртымнан бәрін босатып қойған екен. Сосын амал жоқтықтан келісуге тура келді. Арада інілерім отыр, жаңағы келіндерім отыр, бәріне де рахмет. Олар сағынып мен анағайықтығын айтып жатыр ғой. Жайымен жүріп, байқамай, 70-ке келіп қалып тұрмын. Ел уақытта жаңаласып, бірге туған құрдастар, бәріңізге де шын жүректен рахмет айтамын. Бәріңізге бір адамдай келіп тұрсыздар. Қадірменді достарым, туған күніммен құттықтаған, аппақ көңілден шыққан ақ тілектеріңізді арнаған баршаңызға шын жүректен рахмет айтамын. Менің туған күнімде менімен бірге қуанып, маған жыл-жылы лебіздерін білдірген жаны жайсаң жақсыларым, менің баршаңызға баянды бақыт, ұзақ ғұмыр тілеймін. Бәріңізге де. Аттарыңызға қалмай қалса ренжімеңіздер. Жүздеріңізден жылылық ұялап, жүректеріңізге мейірім тұнып, мына 5 күндік жалғанда қайғы мұңнан аулақ болып, аман сау жүре беріңіздер. Әйгілі химик Менделеев мұғалімнің бүкіл мақтанышы шәкірттері деген екен. Еңбек жолында өз еңбегімнің нәтижелерін көріп, мақтанып та марқайып та қалатын кездерім болады. Шәкірттерімнің еңбек жолында жүргенін көргенде, жетістіктерін естігенде, жаңағы өзімнің еңбегімнің ақталғаны деп ойлаймын. Мен өмірімде үлкен лауазымды қызмет атқарған жоқпын. Бірақ мені білетін көптеген адамдар көбіне ұлағатты ұстаз деп сыйлайтынына ризамын. Оларға менің шексіз алғысым да көп. Олар ұстаздық жолында еңбектерімде ескерусіз қалған жоқ. Өз басым ұстаз еңбегінің бағасы алдынан түлеп ұшқан шәкірттердің жетістігі деп ойлаймын. Сондықтан талай жыл өтсе де тәрбиелеген шәкірттерімнің әлі күнге дейін хабарласып, хал жағдайымды біліп, өздерінің ризашылықтарын білдіріп жүруі маған берілген ең үлкен құрмет, ең үлкен бақыт деп білемін. Адамда 3 қуаныш болады деген халықтың жаңағы сөзі бар. Олар алғыс алу, өзіңді көптің іздеуі және ісіңнің өшпеуі екен. Осы отырған сіздер, осы даналықтың иесіздер. Шаттық пен қуаныштарыңыз таусылмасын. Дендеріңіз сау болсын. Бәріңізге де шексіз алғысымды білдіремін. Осы мерейтойды өткізуге жақсы жұмыс болғанда бәрін ұйымдастырған осы Әсел және Айнаш екеуі. Айны бауырларым, олардың мен жаңа айтып кеттім. Әсел мен Айнашқа көп рахмет айтамын. Әсел қайда жүрсең де аман бол, жұбыңды табуға тілекшімін. Сонымен бірге осы мерейтойды өткізуге атсалысқан жаңағы менің шәкіртім Русланға мыңда бір алғыс. Енді қылып қойғандар болса, кешіресіздер, мейрамханаға сендер көрмейді. Көп рахмет бәріңізге. Құда-құдағайлар, жаңағы айтылмай қалды, құдашалар, жаңағы жиендер, бөлелер, нағашылар, бәріңізге де жұмыстастарым келіп отыр. Олардың бәріне де мен және ойлап қойып, мен сондай кісі болдым екен, маған артықтау айтылып кеткен жоқ. Көп рахмет. Мен енді періште емеспін, пендемін. Сондықтан да болар енді менің де қателіктерім.
бәріңізге де көп алғыс айтамын. Аман болыңыздар, қай уақытта да дендеріңіз сау болсын. Тек осындай тойдан тойға кенеле беріңіздер дегім келеді. Думаларыңыздың бәріне де құт алыңыз.